Так, оң жағы енді, оң жақ миы. Мынаның так, мынау сол жақ миы, дұрыс па? Иә. Сол жақ миында өйткені мынау не дейді, связка дейді. Нейроновая связка дейді. Нейроновая связка болады оң жақта. Потому что біз не істейміз? Біз автоматически оқимыз, иә? Какой-то бірдеңені жасаймыз, мысалы үшін. Соның бәрі мынау жұмыс жасайды үшін. А мынада мысалы үшін бала ұқпайтын бала болады ғой, мысалы үшін көз не тақпақ жаттай алмайды, еске сақтау қабілеті төмен, көңіл аудармайды. Когда көңіл аудармаған балада, конечно, мысалы үшін сізге көңіл бөліп тұрған жоқ, ол бала қайдан ұғады, например. Потому что сол именно внимание дамымаған, көңіл бөлу дамымаған балада. Сондықтан ол балада 2 мен оқиды, 3 мен оқитын балалар. Міне, связка жоқ. Мына бір-бірімен связка жоқ, нейронный связка жоқ. Түсіндіңіз ғой, иә? Енді осы ментальный арифметика, осы связканы дамытады. Когда бала, мысалы үшін, бізде немізбен ерекшеміз. Астана бойынша бізде парифметика деген методика бізде ғана бар. Ол мақтанған емес, бұл түріктің методикасы. Соробан ерекше, абакус бәрінде абакус болса, ИСМА деген бар. Көп қой негізі методикалар. Абакус болса бізде соробан. Түріктің методикасы ғой. Сондықтан біз түріктің методикасы ма, біз немізбен ерекшеміз, біз парифметика деген методикамен ерекшеміз. Бәрінде соробан бар. Бәрі мына соробанды көз алдына елестету арқылы былай тереді, бірақ бізде парифметика бар. Яғни 5 саусағымызды партаға қою арқылы біз есептейміз. Сонда мына саусақтың бастарында точка болады. Өзің білесіздер ғой енді, елдің бәрі біледі. Мына мысалы үшін басыңыз басылады, мынаны бүйтсең тісің басылады деп айтады ғой. Сондықтан осы точканы дамытуымыз керекпіз. Неге айтады? Кішкентай лек алып беріңіз балаға, иә? Неге? Потому что ана балалар леганы алып істеген кезде баладан ми дамиды. Именно осы оң жақ ми дамиды. Осы оң жағын дамытуымыз керекпіз. Мысалы үшін айтады ғой, бір аяқпен ақсаңдап жүрген қалай, 2 аяқпен жүгірген қалай дейді. Тура сол сияқты. Мына сол жақ бөлікпен, мидың сол жақ бөлігімен ғана ойланған қалай, 2 бөлігінде бірге жұмыс істеткен қалай. Гений дейді ғой. Гений деген ол значит нейронный связка бар, яғни 2 полушарий дамыған бала ол гений. Потому что ол автоматически уже ол ойланып отырмайды, оған уақыт керек жоқ. Ол мынау воображение дейді мысалы үшін, еске сақтау қабілеті, көз алдына елестету, одан кейін көңіл бөлу, внимание дейді. Осының бәрін осы дамытады. Сондықтан мынаны дамытуымыз керекпіз первый очередь. Ал енді біздің ерекшелігіміз жаңа парифметика дедік, соробан дедік, яғни и ауада жұмыс жасау. 3 методиканы пайдалану арқылы біз сандарды қосып, азайтып, көбейтіп, бөлу деген түрді амал орындау арқылы міне баланың миын дамытамыз деген сөз ғой. 2 жақ бөлігімен. Яғни осымен бұл 5 жас пен 12 жас аралығындағы балаларға арналған, бірақ бала 100 санға дейін білу керек. Мысалы үшін жазалу керек. 26, 36, хотя бы 50-ге дейін білу керек бала, кішкентай бала болғанда. Негізі 6 жастан бастап алған дұрыс деп ойлаймын, өйткені 2-3 сабақтарда уже бір штамп алсаңдар екен жасаймыз. Ата-аналарда қорқыныш пайда болады, но хотя олар мысалы үшін 236 деген кезде олар 236 деп жазады. Бірақ та оны 100-дікпен уже бала айта бастайды. Сондықтан қорқпау. Бізге басынан 50-ге дейін тіпті жақсы болушы еді, егер бала 100-ге дейін білсе. Но егер бала 50-ге дейін білмесе, онда біз 1 сабақты, 1-2 сабақты, енді білмейміз ғой баланың қаншалықты қабілет білмесейді. 1-2 сабақты осы 50-ге дейін үйретіп болады. Бала бірақ 20-ға дейін білу керек. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дегенді бала тани білу керек. И жаза білу керек. Осыны түсіндіресіздер. Яғни біздің методика, турецкий методика, 18 айға шектелген, 9 ай қосу және азайту, и 9 ай көбейту және бөлу деген 2 курстан тұрады. Бұның авторы Мелик Дуя, оны мен деп айта алмаймын, түріктің методикасы болғандықтан. Ерекшелігіміз парифметика методикасы. Парифметика, в основном біз жұмыс жасайтынымыз парифметика методикасында жұмыс жасаймыз. Яғни, мысалы үшін, сіз отырасыз, мысалы үшін, депозитке ақшаны қайсы депозитке жасасам, немесе мына ақшаны анаған жұмсайын ба, или мынаған жұмсайын ба, енді біздің бытовой бір проблемалар ғой, оның бәрі шешілмей жатқан.
ананы сөйтсем не істейді екен, мынаны мен ипотека салсам сондай болады екен. Сіз балаңызбен ешқандай да кішкентай бала деп ойламаңыз, сол балаңызбен тікелей осы ментальныйдан сөйлесіп көрсеңіз, сол бала сізге дұрыс жауап айтады. Кәдімгі элементарно. Даже менде болған тілінің нүкістігі болғандықтан баланы 6 жасында ма неге бермеген, 1-ші классқа бермеген, 7 жасында 1-ші классқа бермеген, потому что сөйлей алмайды. Деп сөйлейді да, но бала ментальныйдан көп өйткені көрсеңіз, Инсара деген бала, өтірік айтпай, инстаграмда бар менде. Сол балада осы ментальныйдан кейін 2 айдан кейін бала кәдімгідей оқып кетті ғой. Но айтпаймын, что потому что тілінің жабысып қалған ғой тілі, соны операция жасау керек. Но балада оқуы жылдамдады ғой. Жылдам оқу, хотя бы жылдам оқытпаймыз, просто баланың миы дамыды. Одан кейін еске сақтау қабілеттері дамыды, одан кейін жылдам ойлау дамыды. Мен өтірік емес, мен өз баламның ойдашы бар. Мен баламды 2 ай жүріп 10-ға дейін жаттата алмадым ғой. 20-ға дейін біліп тұр, бірақ та 8, 6, 7 сандарын шатастырып, кәдімгі шатастырып. Содан кейін мен бардым да 5 жастағы балалар дайын отыр ғой менде. Сол бала қосып жіберіп, 2-ақ сабақта бала 100-ге дейін сандарды үйренді. 2-ақ сабақта. Оказывается, қорықпау керек екен. Бере беру керек баланы. Баланы дамыта керек. Мен сондықтан менде даже әлі көшекті балам 7-ші класс оқыса дағы балаға химияны оқы, міндетті түрде история Қазақстанын оқы, ананы жатта деп мен айтпаймын. Бала 4-ге дейін, бала оқып тұр ма? Теманы оқып тұр. Басынан бала развитие керек балаға. Спорт керек, музыка керек, негізі солай. Өмірде, потому что біз тангенс, катангенс деген нәрсе өмірімізге керек болды ма? Керек жоқ. Біздің ана жоңға шапқылшылығымыз, білуіміз керек, история өзіміздің қазағымыздың тарихын білуіміз керек, бірақ та бізге ана сырдың тарихтары, оның бәрі не қажеті бар? Біз уже ұмытып қалдық, шын айтқанда. Сондықтан бізге баланың қазіргі дамуы керек қой. Сонда ғана бала жылдам қабылдайды. И баланы давить етіп қажет жоқ, баланың өзінің бір интерес болады. Химиядан может быть интерес болып кетуі мүмкін, дұрыс па? Тарихтан интерес болып кетуі мүмкін. Физикама, радиотехника, соны ремонтта кетуі де мүмкін. Сондықтан баланы именно сен сабақ оқы, ананы жаттауың керексің, 5-ке оқуың керексің деп балаға давить етуге болмайды негізі. Балаға өзіне выбор беру керек. Сонда ғана баланың миы дамиды. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Сол одан кейін методика, мысалы үшін кейбір мұғалімдер бар, бала біздің методикамен қосып азайтпайды дейді. Мен айтамын, какая вам разница, бала сіздің методикаңызбен қосты ма, мына методикамен қосты ма? Баланың нәтижесі дұрыс қой, ответі дұрыс қой. Неге сіз оны требовать етесіз ол туралы? Мысалы үшін сіз қазір 26 көбейту 38 деген санды ол балаға сізге 1 минутта орындап берсе сізге жақсы ғой. Ол даже 1 минут емес, мына жерде бала 15 секунд орындайды. Менің балаларым. Сіздің методикаңызбен ол бала қазір 5 минут орындауы мүмкін. Дұрыс па? Қайсысы жеңіл? Естественно, 30 секунд, 15 секунд орындап саған жақсы. Дұрыс па? Неге оны сіз именно өзіңіздің методикаңызбен бағандап жасатасыз деймін ғой. Менде даже болған кәдімгідей видеомен прямой эфирді шығарып, баланы 5 таңба санды 43. Осы санды бала осы жерде тұрып 10 минутта шығарып. 10 минутта ма, 7 минутта ма, 5 минутта ма, ұмытып қалдым мен уже. Әйтеуір кәдімгідей прямой эфирді шығарып жатқан кезде олар бағандап деп жазбайды. Олар сразу жазады, миллиард деп жазады. Өздері айтқан кезде қуанады бала. Мен өйткені ойлаңыз, 2-ші класс оқитын бала өсіп шығарып тұрса. Сол Инсара деген баланы мен видеоға түсіргенмін, кстати. Тұр, көрсеңіздер болады. Инсара депті, прям папасы да отзыв жазды. Менде Инсара емес, менде көп балалар болады. Бірақ бұл методикада аптасына 1 рет болса дағы 2,5 сағат күнделікті бала жасау керек платформада. Сонда ғана мен 100% гарантия беремін, что баланың дамуында өзгешелік болады. Басқаларына звондасаңыз, сіз гарантия қай уақытта бересіз десек, айта алмаймыз, ол балаға байланысты дейді. Ол балаға байланысты емес, ол баланың үй тапсырмасын орындауына байланысты. Егер бала платформаны күнделікті 15 минут жасап отырсыншы, 10 минут даже, если вообще жоқ болса, әйтпесе жарты сағат 20 минут вообще күшті. Сонда баланың дамуына мен 100% гарантия беремін. Балада өзгешелік болады. Сол болды осыны. Бұл жалпы балаға, ата-анаға не? Жүре беріңіз. Ата-анаға